обработкаға байланысты ғой, транскрипт жасап, жалпы осы ғылыми тұрғыда пайдалануға ешқайда бақ нелер көздеріне әлмешелерге таралмайды деген деп айта аламын. Жалпы енді сіз енді қазір жалпы шетелде оқыдыңыз, жалпы сырттан мүмкін көзқарас па, қазіргі біздегі тілдік жағдайды қалай сипаттайсыз? Мынандай бірінші сұрақ қояйын. Бұл жалпы сұрақ. Бүгінгі елдегі осы тілдік жағдай немесе тілдік ахуал дейміз. Қазіргі кездегі ма? Иә. Енді қазіргі кезде менің ойымша бізде үлкен проблема жоқ, үлкен дебат тілге қатысты, менің ойымша. Бұрынғы, мысалы, 2000 жылдармен немесе 90 жылдармен салыстырғанда. Себебі қазіргі таңда меніңше жастарда, одан кейінгі жастардан кейінгі 40-50 шамасындағы адамдарда екі тілді де біледі, немесе түсінеді, немесе қазақ тілін немесе орыс тілін біледі, немесе екі тілде бірге меңгерген, немесе осы екі тілдің біреуін меңгермеген болса да, күнделікті жағдайда бірін түсіне алады деген деңгейде болуы мүмкін. Сондықтан да бұрынғы кездермен салыстырғанда 90 жыл және 2000 жылдармен айтарлықтай сондай бір проблема деген бір дебат дегенді мен айта алмаймын. Менің ойымша. Берікбол, сіз өзіңіз қанша тіл білесіз және қандай тілді жиі пайдаланасыз қазіргі кезде? Мен қазақ, орыс, ағылшын тілдерін, сол 3 тілді ғана білемін, және қазіргі кезде 3 тілді де бірдей қолданамын деп, бірдей қолданатын шығармын. Жақсы. Сіздің ойыңызша енді, сіз жаңа айттыңыз, сондай мәселе дебат жоқ, бірақ та енді 3 тілділік бізде ресми түрде мемлекеттік саясаты, жалпы бұл түсінікті нәрсе. Енді осы жағдайдың қалыптасуына сіздің ойыңызша қандай негізгі себептер бар? Енді жалпы тарихи тұрғыда біз білеміз, жастардың демографиялық өсуі, оның ішінде қазақ тілділерінің санының өсуі, миграция факторы бар. Осы тұрғысынан осындай бір өзгерістер, динамика тұрғысында бар ма бізде? Осы кейінгі жылдарда, осы мүмкін жалпы соңғы 10 жылдықта. Енді бастысы сол жаңағы барлық зерттеулер, көп зерттеулер көрсеткендей, көбіне бізде қазір қазақ тілді меңгерушілердің саны өсуде, жастар арасында да, ол ең алдымен қаладан ауылға қарай миграция байланысты, және екіншіден қазақ тілді, мысалы, мен ойымша, соған қатысты пайда болатын контенттің саны да өсіп жатыр. Мысалы, музыкада да, интертейментте, күнделікті қолданыста, көріп жүрген ортада, барлық жерде. Сондықтан да сәйкесінше, өйткені мемлекет оған инвестиция құйды тілге. Адамдардың, мектепте қазақ тілінде білім алған мектеп оқушыларының саны да өсті, мемлекет оларға грант бөлді университетте. Соның нәтижесін біз көріп жатырмыз. Яғни, одан кейін және сол бірінші мәселе, екінші жаңағы миграция, олардың екінші нәтижесі соған әсер етті. Және үшіншіден, Қазақстаннан, мысалы, мен білмеймін қаншалықты оңтүстіктен жаңа солтүстікке жаңағы көшірудің оған әсер еткендігі, немесе солтүстік облыстардан қазақ тілінде сөйлемейтін адамдардың Ресейге немесе басқа мемлекетке кеткендігін, оның әсерін айта алмаймын қаншалықты дегенмен де. Бірақ та мен ойымша ең бастысы сол жаңағы қаладан ауылға көшу, одан кейін мемлекеттік саясат білімге және қазақ тіліндегі
қазақ тіліне назар аудару соның нәтижесін берді деп ойлаймын. Соның мысалдарынан меніңше болашақта негізгі тренд ол жағы қазақ тіліне қарай өтеді және қазақ тілі көп қолданылады. Бірақ та бұл деген орыс тілінің дәрежесі төмен емес, төмен дегенді білдірмейді. Ол мысалы бұрынғыда бізде көбіне кәсіби ортада орыс тілі немесе кәсіби күнделікті ортада орыс тілі көп болса, енді қазақ тілі көп болады. Бірақ та орыс тілі ол жоғалып кетпейді. Оны білетін, оны қолданатын адамдар саны көп. Сондықтан да ол өзінің жағдайын қазір қандай жағдайда соны сақтайды деп ойлаймын. Ол бірден жоғалып, немесе ол төмендейді, бірақ біз оның төмендегенін бірден байқамаймыз. Және ол әлі де востребованы болып қалады меніңше. Жақсы, бұл жерде тағы мынандай нақтылау бұл жерде енді негізгі фактор бұл демография, миграция бойынша, яғни алға тренд бар бізде. Бұл жерде мемлекет тарапынан мысалы сіздің ойынша тілдік саясат дұрыс жүріп жатыр ма? Әлде қандай бір оған қатысты мүмкін кейбір нелер бар шығар, олқылықтар немесе қандай сәтті мысалы мемлекет тарапынан жүргізіп жатқан әдістерді айта аласыз? Енді қаншалықты сәтті дегенді мысалы Конституцияда, одан кейін тіл туралы заңда қазақ тілі мемлекеттік тіл және сонымен қатар орыс тілі сонымен бірдей қолданылады деген айтылған. Сондай оның да ресми дәрежесі бар екендігі. Бірақ мемлекет тарапынан біз білеміз, соңғы 30 жыл кезеңде қазақ тілінің дамуына үлкен инвестиция салды. Ал соның тікелей дәрежесі қаншалықты өсті дегенді, оны айту қиын. Себебі біз білмейміз, жаңа адамдар қазақ тілінің қолданушылары саны неліктен өскендігі. Өйткені ол сол қаншалықты дәрежеде жаңа мемлекеттің белгілі бір тіл заңы бойынша немесе ресми билікте қолданылуы, немесе оны қазақ тілді үйренушілердің арасында соларға назар аудару қаншалықты дәрежедегі жай қолданушыларға әсер еткендігін айта алмаймыз. Себебі жай қолданушылар олар неліктен қазақ тілін таңдады? Өйткені олар қазақ тілді отбасыда дүниеге келді, немесе олар қазақ тілді мектепке барды ма? Сол туралы. Сондықтан да мен оны айта алмаймын, нақты қаншалықты дәрежеде ол әсер еткендігі. Нақты жаңағы мен мысалы білмеймін тілдер туралы. Бізде бағдарлама бар ғой деймін, тілдер туралы. Мемлекеттік тілді дамыту туралы. Сол жердегі индикаторлар қандай болып, мен олармен таныс емеспін. Сондықтан мен айта алмаймын, мынау мысалы сәтті әсер етті, мынау сәтсіз әсер етті деп айта алмаймын. Ал бірақ та бізде көбінесе жаңағы масс-медиада айтылатындығы, тілге көп назар аударылмайды, тағы мына депутаттар немесе оның тілдің үйрену сапасы жоғары емес, мысалы мемлекеттік органдарда істейтін қызметкерлер мемлекеттік тілді білмейді деген секілді көптеген жаңа критикалық сындар айтылады. Бірақ та ол қаншалықты дәрежеде біз одан сондай ғылыми қорытынды шығара аламыз. Ол жекелеген кейстер, жекелеген оқиғалар, жекелеген нелер, оны қаншалықты дәрежеде оны жалпыландыруға болады. Ол жағын мен жауап бере алмаймын. Мысалы, депутаттарды алсақ, оның ішінде оңай мемлекеттік тілді білетін және білмейтін депутаттарды оңай анықтауға болады. Және де бұл факт бар, және министрлердің арасында қазақ бола тұрып, қазақ тілінде дұрыс, мысалы мемлекет тілінде дұрыс ақпарат беріп,
жауап бере алмайтын бізде нелер көп, кейстер. Жақсы. Бұл жерде мынандай сұраққа келейік. Сіздің ойыңызша осы тілдік иеленушісін құрметтемеу салдарынан осы әлеуметтік этносаралық жанжалдар бізде тууы мүмкін ба? Және ол қандай тілдер арасында болуы мүмкін? Жаңағы тіл білмегендік үшін ба? Тіл иеленушінің иесін, тіл иеленушісін құрметтемеу. Тіл иеленушісін құрметтемеу. Менің ойымша ол бір фактор болуы мүмкін. Жаңа сол әсер ететін ол конфликт емес, қарама-қайшылық болуы мүмкін белгілі бір дәрежеде. Ал соның салдарынан конфликт болады деп айту, ол сол конфликтке жетелейді, сол конфликтке алып келеді деп айту, ол менің ойымша оның дәрежесі төмен. Мысалы, бізде болып жатқан конфликтілер екі түрлі этнос арасында немесе басқа екі түрлі этнос арасында, қазақ пен орыс немесе қазақ пен тағы басқа болып жатқан себебі ол жаңа экономикалық факторлар, одан кейін тұрмыстық факторлар, әлеуметтік факторлар әсер етеді. Соның біреуі тіл болуы мүмкін. Бірақ тіл ол шешуші болмайды, менің ойымша. Неге оның біреуі болуы мүмкін? Ол көбіне, яғни қазақ болғандықтан қазақ тілінде сөйлеу керек. Келесі, мысалы, көрермен, оқырман, білмеймін, ол қазақ тілін білмесе белгілі бір дәрежеде сол тараптан қарама-қайшылық туындауы мүмкін. Ал ол қарама-қайшылық, менің ойымша, егер де бізде экономикалық жағдай төмендей берсе, онда оның дәрежесі, қарама-қайшылықтың дәрежесі өсуі көп байқала береді. Одан кейін тағы мемлекет, бұл жерде мемлекет болғанда, мысалы, президент әкімшілігі ма, білмеймін, кім шешім шығарады сол бойынша. Ол нейтралды болу керек. Себебі ол өзі конституцияда айтты, біз қазақ тілімен қатар орыс тіліне де сондай баға нейтралды болу керек, және белгілі бір топқа мынаны немесе қолдамау қажет, менің ойымша. Яғни неғұрлым біздің экономика жағдайымыз жақсы болса, ондай қарым-қайшылықтар біз тап болмаймыз, Жақсы. Мында келесі сұрақ, осы іс-қағаздарды жүргізу тілі бойынша бізде мемлекетте осындай дәстүр қалыптасты. Енді көбінесе басым бөлігі қазақ тілі аудармашы арқылы аударып осындай дәстүр практика қалыптасқан. Сіздің ойыңызша бұл қалай әрі қарай дамуы мүмкін? Осыған қатысты қандай пікіріңіз бар? Барлығымызға белгілі. Мысалы, менің жеке тәжірибеммен де айта аламын. Осы іс-қағаздарға келген кезде барлығы аударма түрінде келеді. Одан кейін аударма түрінде келеді, және ол түсініксіз калька болып аударылған ғой. Мысалы, орыс тілінде құжат, қазақ тілінде, әрине оның сапасы жоғары болмайды. Және сен оған қазақ тілінде жауап бересің, немесе біреу орыс тілінде жауап береді, сен оған қайтадан қазақша аударасың. Сондықтан да оның қаншалықты дәрежеде пайдасы болатынын мен түсінбеймін, мысалы. Бірақ та, мысалы, соның өзінде ол соған қараған ұсыныс көрсетеді ғой, яғни. Біз қазақ тіліне көшу қажетпіз, біз бірінші қадам бастадық аударма түрінде. Аударма түрінен кейін оның, мысалы, сапасы өсу қажет. Оның сапасын өсіру үшін, мысалы, мен кездестірмедім, мүмкін баршада шығар мемлекеттік органдарда сондай тренинг ба, сондай, мысалы, мемлекеттік тілден тест тапсырады, сол секілді ресми мүмкін құжаттарға жауап беретін, сол хаттарды жазатын қызметкерлер тарапынан сондай, әрине ондай бар да шығар, әрине бар ғой, оқулықтар, яғни оны стандарттауға қажет, менің ойымша. Бізде егер стандарт болса, бір оқулық немесе бір
заңнама соған барлығы сүйенеді. Және сол мысалы соған сүйенеді, сол түпнұсқа болып табылатын болғандықтан. Ал қазірше мен білмеймін, мен мемлекеттік қызметте жұмыс істеген жоқпын, сондықтан мен айта алмаймын қаншалықты дәрежеде ондай стандарт бар немесе жоқ екендігін. Бірақ та егер де ондай болса, сондықтан ол ресми қағаздарды қазақ тілінде жазылуының сапасын арттыруына меніңше әсер етуі мүмкін. Енді кейбір пікірлерді естідім, біз жаңа Google Translate немесе қазақша Википедия сондай электронды нелерді дамытуымыз керек деп ешқандай мемлекетке қарамай. Жақсы, енді жоғарғы оқу орындарында жалпы білім беру жүйесінде сіздің ойыңызша осы тілдің дамуына қандай мәселелер бар? Туралы айтсаңыз. Білім беру жүйесінде жалпы проблема ол ғылым қазақша сөйлемейді. Сондықтан содан бүкіл проблема. Ол жалпы техникалық ғылымға да емес, ол қоғамдық ғылымға да қатысты айтылады. Өйткені ғылыми материалдың барлығы басқа тілде жазылады, басқа тілде айтылады. Сондықтан да сұрақ туындайды, оның барлығын қазақ тіліне аудару қажет пе, қажет емес пе деген. Сондықтан да менің ойымша, мысалы, жалпы ол жерде жоғары білім алған кезде ол тілдік факторды мүлдем алып тастау қажет. Қазақ тілді немесе орыс тілді топтарға оның бөлудің қажеті жоқ. Яғни қай тілде, мысалы, біз керісінше жаңағы бәсекеге қабілетті жоғары білімді қызметкерлерді мысалы бакалавр немесе магистр мамандарын даярлау үшін ол кез келген тілде өту қажет сабақ. Сабақтың қажеттілігіне қатысты сол тілде, мысалы, техникалық ғылымдарда сол тіл қаншалықты қажет екендігі соған қатысты әртүрлі түрде сол оның ойынша, мен ойымша оны тілдік проблеманы алып тастауға әсер етеді. Бірақ та ол қаншалықты дәрежеде жүзеге асады, ол жағы айту қиын. Себебі бізде, мысалы, ғылым дамып жатыр. Қазақ тіліне оны аудару мүмкін емес. Біз, мысалы, бір кітап аударсақ, ертең жаңа нәрсе шығады. Біз оны аударып қуып жете алмаймыз бәрібірде. Сондықтан да жаңа идеялар бізге келмейді, қазақ тіліне келмейді, немесе орыс тіліне де келмейді ол. Сондықтан да, мысалы, ғылым тілінде ол, мен ойымша, ағылшын тілі болып жатыр ма, соған интеграциялану қажет. Бірақ та ол тек ағылшын тілінде ғана білім алуды білдірмейді. Мысалы, лекциялар сол тілде болса, семинарлар қазақ тілінде, орыс тілінде, немесе басқа бір тілде өтуі мүмкін. Ал бірақ та оған студенттер қаншалықты дайын, немесе оқытушылар қаншалықты дайын деген сұрақ ол жерде, ол күрделі сұрақ. Мен ойымша, бұл жерде тілдік факторды мүлдем алып тастауға қажет. Мамандыққа қатысты. Мүмкін кейбір мамандықтарға қажет шығар, әрине ол. Тілді, филологияны меңгеретін мамандықтарға. Ал мысалы қоғамдық ғылымдарға немесе техникалық ғылымдарға оның қажеттілігі мен үшін түсініксіз мысалы. Енді осы үштілділікке келдік қой, енді жалпы сіз айтып отырған жалпы үштілдікті сіз жалпы қолдайсыз, бұл дұрыс идея, бірақ біз оған дайынбыз ба? Жаңа біздің жүзеге асырып жатқан саясат реформалар көрсетті, және одан ресми түрде бас тартылған сияқты. Сол үштілдікке қатысты өзіңіз пікіріңіз қандай? Жалпы қолдайсыз ба, қолдамайсыз ба? Және қазір кезде оны жүзеге асыру үшін қандай мәселелер, кедергілер бар? Мен ойымша, мысалы, үштілділік па, екі тілділік па, оны мемлекет анықтамау керек.
оны жаңағы орта анықтау керек, яғни сол салаға қажет болса сол тіл, мысалы үшінші тіл ма, төртінші тіл ма, неліктен ол ағылшын тілі болуы мүмкін, ол қытай тілі шығар, немесе ол білмеймін неміс тілі шығар, білмеймін, сол салаға қатысты қажеттілігіне. Соған қатысты біз яғни оның мемлекет оған инвестиция салып, оған ақша құюдың оның қажеттілігі, менің ойымша. Яғни адам өзі шешу керек, қай тілде. Мысалы, егер ол мектепке қажет болатын болсақ, мысалы, мектеп оқушыларына таңдау берілуі қажет. Мен қай тілді үйренгім келеді деген кезде. Мүмкін біреуге ағылшын тілін үйренгісі келмейтін шығар. Мүлдем үйренгісі келмейтін шығар. Ондай да таңдау болу керек. Неліктен біз барлығына бірдей ағылшын тілін үйретуді қайтадан бізде советтік тәсілде жоғарыдан беріледі, қайтадан соны орындау керек деген. Оны мысалы, білмеймін, мектеп қабырғасында болсын, немесе университеттегі мамандыққа қатысты болсын, немесе жаңағы балабақшада болсын, әркім өзі таңдау қажет. Соған қатысты ол содан даму, 3 тілдік бола ма, 4 тілдік бола ма, 5 тілдік бола ма, өздері анықтайды. Ал орта біз капитализмде өмір сүргендіктен қай тіл қажет, кім сол тілде сөйлей алады, кім қаншама, білмеймін, егер сол тілге мысалы, мен білмеймін, мысалы қаншалықты механикке ағылшын тілін, жай мысалы завод құрылысында жұмыс істейтін адамға ағылшын тілін білгеннің пайдасы қаншалықты мен білмеймін. Егер оның қажеттілігі болса, мүмкін қажет шығар. Кейбір мысалы сауда тағы басқа салада онлайнда мүмкін қытай тілін қажет шығар. Қытай тілін үйрену керек шығар. Немесе араб тілін үйрену керек шығар. Білмеймін қай тілді. Соған қатысты оны біз қайтадан яғни қаншама көп зерттеулер болды ғой, ол зерттеулерде көрсетті. Егер де жалпы кез келген тұлғаға ақпаратты меңгеру үшін бір тілде меңгерген оңайырақ болады оған. Мысалы, негізгі ақпаратты, мысалы ғылыми ақпаратты немесе технологиялық ақпаратты бір тілде меңгерген ыңғайлырақ. Мысалы, бірінші сол тілде меңгеріп алып, әліппе жазуды, әріп тануды, сөйлем құрастыруды, одан кейін басқа тілдерді үйрене берсе, оған пайдасы зор болады деген. Қазақстанда енді ол қай тіл болу керек сіздің ойыңызша? Әлде біз балабақшадан, мектептен балаларға таңдау беруіміз керек пе? Менің ойымша таңдау беру қажет. Әр адам соншалықты, ол кейініректе Қазақстан өзін мультивекторлы сыртқы саясат деп жариялайды ғой. Егер де сондай деп жарияласа, неге біз ағылшын тілімен шектеліп қалуымыз керекпіз? Ағылшын тілі де болашақта оның, өйткені ағылшын тілі ол кез келген адам білетін болады. Кез келген болған кезде белгілі бір дәрежеде сөздік қор есебінде 1000 сөз болсын, 2000 сөз болсын, соны сөйлей алатын деңгейде оны үйренеді барлығы да. Ал терең меңгеру үшін қандай тілді меңгеру қажет дегенде, ол таңдауға қатысты болу керек, менің ойымша. Сонда оның пайдасы көп болады. Мемлекетке, экономиканың дамуына пайдасы көп болады. Енді бізде елімізде енді латын графикасына ауыстыру бойынша реформалар, бастамалар көтерілді. 25 жылға дейін жалпы бүкіл мектептерге енгізеді. Осыған сіздің көзқарасыңыз қандай? Осы қазақ әліпбиін латын графикасына көшіру бастамасы. Сіз қолдайсыз ба оны? Егер де мысалы оның, мен білмеймін қаншалықты дәрежеге, мен оның қажеттілігін түсінбеймін де, мысалы. Не себептен ол қазақ тілі жаңағы латын графикасына ауысу қажет. Одан біз не ұтамыз дегенмен. Қаншама экономикалық шығын кетеді. Мысалы, өзде оны үйрену қажет болады. Біздің графика, қазақ тілінің графикасы 3-4 рет өзгеріске ұшырады. Біз мысалы енді осы стандартталған
кириллицаға негізделген соны меңгерген адамдардың санын қалыптастырып отырмыз қазіргі кезде. Және олардың саны өсіп жатыр. Егер де мынау менде бір қорқыныш, ол тек оның жүзеге асыруында ғана. Себебі бізде сәтті жүзеге асқан реформалар кез келген салада өте аз. Мысалы, тек жаңағы егов қана бар, сондай сәтті жүзеге асқандар инсан. Тағы 1-2-3 саусақпен ғана санарлық. Ал қаншалықты дәрежеде мынау басқа мемлекеттердің тәжірибесінен көре отырып, Өзбекстан болсын, Әзербайжан болсын, олардан қаншалықты дәрежеде соны жүзеге асыруы, мынау реформа толықтай жүзеге аспаса, мысалы қазақ тілін енді үйренгендер мен қазіргі кезде, мысалы мен секілді, мысалы немесе менен басқа адамдар қазақ тілін енді үйреніп жатқан және олардың бала шағалары немесе тағы басқалар арасында осындай түсінбеушілік деп айтуға болмайды оны. Сондай разрыв тудыра ма деп ойлаймын да, мысалы мен білмеймін қаншалықты дәрежеде екендігін. Бірақ та мысалы қазақ тілін үйренген сөйлейтін адамдар, олар неліктен кейінірек, егер оны жұмыста қолданбаса, неліктен оны қайттан олар латын графикасында жазуды үйрену керек? Олар жазбайды да оны. Мысалы, егер менен сұраныс болмаса латын графикасында жазу туралы, жұмыста болсын, тағы мемлекеттік органдарда болсын, менде орыс тілімен мен мысалы қай тілді білем, мысалы немесе орыс тілінде мен жаза аламын латын графикасы кириллицамен. Ал жаңағы латын графикасының қазақ тілін мен үйренген жоқпын мысалы. Егер мен қай тілінде білсем, мен соны қолдансам, орыс тілін білгенде мен орыс тілінде жаза беруші едім. Неліктен мен жаңаны үйрену қажетпін? Ол қосымша уақыт, мысалы, одан мен не ұтамын? Сондықтан осындай екі арада түсініспеушілік. Сондықтан орыс тілі қайтадан орысша сөйлеу, жаңағы орыс тілінің дәрежесі ол жерде басым болуы мүмкін. Ал бірақ та үлкен неде қарастырған кезде, перспективада қарастырған кезде, мысалы 100 жылдықтарға, 200 жылдықтарға қарастырған кезде, онда әрине оның мысалы пайдасы болғанда Қазақстанның қазақ тілін дамуына пайдасы бар екені ол Ресейден алшақтауға, жаңағы ресейлік ақпараттық пропаганда деуге де болмайды. Ресейлік ақпарат құралдарын алшақтауға көмектеседі. Және өзінің дербестік болуына дербес болуына қазақ тілін оған да әсер етеді. Ал бірақ та оның жүзеге асыруы мен жаңағы орта шеңбердегі туындайтын проблемалары, егер ол осы проблемаларды шеше алмаса мемлекет, онда оның бізге пайдасы болмайды ең аяғында. Оның пайдасы өте аз болады, немесе шамалы болады. Себебі реформа толықтай жүзеге асырмағандықтан бізде одан сонда екі тілде білетін адамдар, сол жаңағы латын графикасында жаза алатын, сөйлей алатын адамдар мен оның тілінде жаза алмайтын, сөйлей алмайтын адамдар арасында алшақтық туындайды. Жалпы, кейбір лингвист ғалымдар айтады, бұл мен сұрақты мүмкін басқаша қойған сияқты, кейбірлер енді бір латын графикасына ораламыз дейді. Оралу ғой, бұл біздің тарихымызда болған. Және де біз енді қазіргі ұрпақты, бұл келешек ұрпаққа бағытталған деп сондай нелер айтады. Яғни біздің балаларымыз мектепке барған кезде басқа қоғам, басқа ұрпақ өсіру, яғни біздің өз төл тарихи, фонетикалық, яғни дыбысталу сияқты көптеген нелер, факторлар бар. Жақсы, енді соңғы сұрақ осындай, сіз енді алдағы уақытта осындай мүмкін алдағы 10 жылдықта елімізде қазақ тілі қалай дамиды және орыс тілі қалай жалпы дамиды, жағдай өзгере ме, әлде қалай, сіз оны болашақты сипаттай аласыз?
10 жыл, мысалы біз қазір 2020-дамыз, 21-де, 2031, 10 жылдық. Енді қазіргі кезде мен ойымша қазақ тілінің дамуы салдары, қазақ тілін даму болады, қазақ тілдің қолдану аясы өседі. Ол біріншіден, яғни мектептегі қазақ тілін және университеттегі қазақ тілінде білім алатын адамдардың саны өсуімен байланысты деп ойлаймын. Екіншіден, ал орыс тілі менің ойымша ол жоғалып кетпейді. Бірақ та мысалы белгілі бір аудандарда, белгілі бір қалаларда қай жерде басым болды, мысалы, сол жерде өз басымдығын сақтайды. Және менің ойымша 10 жылдың ішінде ғылымды немесе медицинаны қазақ тілінде сөйлету, оған үлкен ерік-жігер қажет. Және оның қажетіне, ол жаңа мен алдында айтқанымда, біз оны бәрібір қуып жете алмаймыз. Бүкіл ақпаратты біз өз тілімізге меңгере алмаймыз. Сондықтан да менің ойымша жаңағы қолданылу аясы өседі, ал қолданылу аясы өскендіктен қазақ тіліндегі тұтынушылар, олар сол тілде ақпарат беруді талап етеді. Мысалы, банкте болсын, қаржы саласында болсын, ғылым саласында болсын, медицинада болсын, ақпарат технологияларында. Сол салаларда көптеген жаңа контент пайда болады, сол салада жаңағы қарым-қатынас, коммуникация пайда болады. Егер қолданылу аясы, мен ойымша сол салаларға кеңейеді. Орыс тіліне белгілі бір сол жерде өз қажеттілігін сақтап отырады. Және Қазақстанның Ресеймен шекарасы болғандықтан, әлемдегі екінші ең үлкен шекара, біз бәрібірде ол жақтан біз толықтай кесіп кете алмайды оны. Және ол Ресейдегі ішкі жағдаймен қатысты болады. Егер де Ресейде қазіргі кездегі неосоветті жаңағы этноцентристік, біздікінде ғой, бізде этноцентристік, бірақ оларда этноцентристік бағыт солай даму деңгейі сондай дәрежеде болса, онда Қазақстанға да сол екі тілді баланста сақтап отыруды қажет етеді. Себебі саяси фактор. Себебі мен ойымша саяси фактор үлкен. Ал ағылшын тілі мысалы жалпы соңғы кездегі зерттеулерге қарағанда тіл, мысалы бірегейлік, патриотизм, тағы басқа секілді мысалы ұлттық идеология, ұлттық идея секілді мәселелер жастар арасында үлкен қызығушылық тудырмайды. Яғни олар ол бірінші дәрежедегі сондай маңыздылық. Мысалы бізге дейінгі ұрпаққа соның маңызы үлкен болса, сол тілден тағы басқа мәселелерге. Одан кейінгі кезеңдерге оның маңыздылығы төменірек. Себебі олар қазақ тілінде де, орыс тілінде де, екі тілді бүкіл жерден, ақпараттан, барлық жерден қабылдап өсті, мектепте де, университетте де, барлық жерде. Сондықтан да оның маңыздылығы бірінші орында емес. Бірақ та оның маңыздылығы бірінші орында емес болғандықтан, онда проблемалардың немесе түсініспеушіліктің жоқ екендігін көрсетпейді. Ол менің ойымша белгілі бір дәрежеде болады. Бірақ оның барлығы қайтадан экономика, әлеуметтік жағдайға әкеліп тіреледі. Сіздің ойыңызша сонда бізге жалпы қоғам болып немесе мемлекет тарапынан не істеу керек? Қандай жалпы осы мемлекеттік тілді дамыту үшін, мемлекеттік тілдің жоғалмауы үшін, енді осы мемлекеттік позицияда осылай ғой, енді жалпы біз мысалы менде енді мен осы жоғары сен айтқан жоғары үлкен ұрпаққа кішкене жатқызамын, иә, мысалы 80 жылы туған адамдар, 90 жылдар туғандар жалпы оларға маңызды емес тіл деп жаңа айттыңыз.
Сонда бірақ бәрі де мемлекеттік тіл, енді тіл болмағанда ұлт та болмайды ғой енді. Яғни біз космополиттік интернационализм немесе сондай жалпы әлемнің адамы деген сондай неге келеміз болашақта. Яғни өзіміздің дәстүрімізді, тілімізді жоғалтып, енді білмеймін, енді болашақта бұл мемлекеттің де жоғалуына алып келеді деген болжамдар айтуға болады. Осыған тұрғысынан енді мемлекеттік тіл дамытуымыз керек, жалпы қазақ тілін сақтап қалуымыз керек. Осыған қатысты сіздің ойыңызша не істеу керек? Қалыптасқан жағдайды жалпы өзгертуге, дамытуға. Менің ойымша, мемлекеттік органдар өздерінің жұмысын атқарды. Яғни олар қазақ тілінде аз адамдар сөйлегендіктен және қазақ этносы 38-40% болғандықтан 90 жылдары. Сол кезде оны қолдады. Квоталар берілді, ол бүкіл әлемде бар. Жаңағы кез келген мемлекетте солай жасалынады. Өзінің белгілі бір тілге артықшылық беріледі, немесе белгілі бір этносқа артықшылық беріледі. Ал қазір, мысалы, қазақ тілінде сөйлеушілердің саны өсе бастағандықтан, менің ойымша, мемлекеттің оған араласудың, оған бағыт-бағдар берудің еш қажеттілігі жоқ. Өйткені қоғам өзі талап ету керек. Қоғам сонда ұйымдар құру керек, азаматтық қоғам даму керек. Сол кезде оның пайдасы көп болады. Өйткені біз мемлекетке сене отырып, егер де мен түсінемін, егер де қазақ тілінде бір 5-6 адам, 20-25% адам сөйлесе, ол үлкен проблема тудырса мемлекетке, қалғандар барлығы орыс тілінде сөйлесе, немесе басқа 4-ші тілде сөйлесе, олардың арасында түсініспеушілік болса, мен түсінемін, ол кезде мемлекет араласады. Өйткені оған бәрібір де бірегейлендіру керек, өйткені соның қоғамда түсінушілік болу керек, адамдар арасында бір коммуникация, бір тілде сөйлеу керек. Ал қазір 70 тілде болғандықтан, қазақ тілдерін қолданушылардың саны өскендіктен, олар өсіп жатыр, сондықтан да оларға даму үшін тек қана орта беру керек. Яғни сапалы тілде, егер де сол тіл медицинада жоқ болса, жаңа қазақ тілді аудармашылар даярлауға, білмеймін, сол салада ақпарат жасауға тек сондай ғана қызмет атқару керек мемлекет бұл жерде. Және оны да мемлекет неліктен қаржыландыру қажет деген сұрақ туындайды. Ол қажет па ол мемлекетке? Менің ойымша, сондықтан да ол өзінің араласуын ол процеске төмендету керек. Қоғам өзі қалай дамиды, қоғам өзі қалай өз бағытын өзгертеді, соған қарай даму жылжуы керек деп ойлаймын. Жақсы. Жақсы, рахмет. Менде жалпы сұрақтар осы. Сұхбат бергеніңіз үшін рахмет. Бұл әдетте неге зерттеуге байланысты ғой, сондықтан ешқандай неге жарияланбайды, ол бойынша мойындамаңыз.